Ассаламағалейкум достар, баршаңызға сәлем. Соңғы бір апта жоқ болып кеткенім үшін баршаңыздан кешірім сұраймын. Бұйыртса осы келе жатқан 7 күннің ішінде, бір аптаның ішінде Алла қаласа 2 немесе 3 шығарылым шығаруға тырысатын боламыз. Ал сіз біздермен бірге болыңыздар, біз бірінші көліктен бастайтын болсақ, бізде бірінші көлік Toyota Yaris 2003 жылғы екен. Қозғалтқышының көлемі 1 литр, бензинмен жүреді, 100 000 километр жүрген екен, автомат. Алдыңғы жетекті бағасы 2 490 000 теңге сұрап тұр екен. Ішкі жағдайын қарайтын болсақ, чехол кигізілген, жалпы 100 000 километрге сай айдалған деп ойлаймын. Ал келесі көлікке өтеміз. Келесі көлік бізде Volkswagen Jetta. Volkswagen Jetta жасыл түсті. Алдыңғысы мынандай еді сырты. Volkswagen Jetta бізде 2002 жылғы, қозғалтқышының көлемі 1.8, бензинмен жүреді. 295 900 км жүрген екен, автомат, алдыңғы жетекті бұлда. Бағасы 2 190 000 теңге. Артында запас баллондары бар екен. Міне, көрініп тұр ма? Ал кішкене мынау көліктің 295 000 км жүргені көрініп тұр. Кішкене ескірген сияқты. Жалпы сырты жасыл түсті екен. Келесі көлікке өтетін болсақ, бізде келесі көлік Volkswagen Tiguan деген автокөлік, сұр түсті, үстіндегі рейлингтарымен. Көліктің ішіне назар аударатын болсақ, іші жақсы сақталған. 2011 жылғы, қозғалтқышының көлемі 2 литр, бензинмен жүреді, автомат. Жүрілгені 103 500 км. Мультимедиа орнатылған екен ортасында. Толық жетекті 4 дөңгелегі тартады. Бағасы 5 990 000 теңге сұрап тұр екен. Іші матадан жасалған. Келесі көлік бізде Volkswagen Polo. Қателеспесем, бұл көлікті алдыңғы шығарылымда көрсеткен болатынмын. 2018 жылғы, сырты алтын түстес. Іші жақсы сақталған, салоны. 1.6 қозғалтқышының көлемі, бензинмен жүреді, 49 500 км жүрген екен. Автомат, алдыңғы жетекті, бағасы 5 390 000 теңге. Ішіндегі жағдайын қарайтын болсақ, барлық жерлері жақсы сақталған, яғни барлық жерлері таза болып тұр. Мынау кішкене сырылған жерлері бар екен. Мынау жерде. Жалпы көлік жаңа. Келесі бізде Skoda Octavia. Skoda Octavia 2018 жылғы, 1.6 қозғалтқышының көлемі. Бензинмен жүреді, бар болғаны 28 000 км жүрген. Екі жолаушы мен жүргізушінің ортасына қол қоятын орнатылған екен. Бағасы 7 390 000 теңге. 7 650 000 болған, 7 390 000 теңге. Автомат, толық алдыңғы жетек, толық емес, алдыңғы жетекті. Мынандай защита орнатылған екен. Трассаға шыққан кезде краскаларды кетірмес үшін тастар тиген кезде. Бізде келесі көлік Hyundai Sonata. Hyundai Sonata'ны алдыңғы шығарылымда көрсеткен болатынмын. 2012 жылғы, 2.4 қозғалтқышының көлемі, бензин. 132 000 км жүрген екен, автомат, алдыңғы жетекті. Іші енді жақсы сақталған, 132 000 км үшін. Чехолмен айдалғаны көрініп тұр. Негізі кожа екен. Жалпы бағасы 5 490 000 теңге.
ақ түсті. Немістің автокөлігі Audi A6 2003 жылғы екен. Яғни мынандай. Мынандай кузовтағы. Яғни 2.4 қозғалтқышының көлемі бензин 272.300 км жүрген екен. Механика алдыңғы жетекті, бағасы 2.490.000 теңге. Ішіне назар аударатын болсақ, кішкене ескіріп, шаң басып, кірлеп қалғаны көрініп тұр. Қара түстес екен. Енді боялған жерлері бар. Көліктің. Келесі көлік бізде Lada Largus Cross. Lada Largus'ты түсірші деген адамдарға арнайы. Lada Largus Cross. 2017 жылғы қозғалтқыштың көлемі 1.6 бензин. 73.000 км жүрген, механика алдыңғы жетекті. Бағасы 4.990.000 теңге. Ішіне назар аударатын болсақ, ішіндегі салоны қатты ескірмеген. 73.000 км-ге сай деп айтамыз ба? Арқасы мынандай. Запаскасы арқасына салынып қойған екен. Азия автодан. Мына жағын көліктің екінші жағын көре кетейік. Достар, сонымен қатар жүк тасығыш көліктерде бар екен, жағынан келіпті. Hyundai Porter 2011 жылғы қозғалтқышының көлемі мұз болып қатқапты, беті көрініп тұр ма? Қозғалтқышының көлемі 2.6 литр дизельмен жүреді, 176.800 км жүрген екен. Механика артқы жетекті. Бағасы 5.190.000 теңге. Яғни 3 адамдық отыруға болады. Ашық түсті салон. Жалпы жағдайы өте нашар деп айтамаймыз, жақсы. 176.000 км-ге. Toyota Avensis қара түсті. Іші теріден жасалған. Достар, алдын былғары деп айтып жүрген едім. Сөйтсем, былғары емес, тері болады екен. 2007 жылғы Avensis 2 литр қозғалтқыштың көлемі, бензинмен жүреді. 282.000 км жүрген, автомат алдыңғы жетекті. Бағасы 3.990.000 теңге. Салон назар аударатын болсақ, ақ түсті, светлый бежевый цвет. Кішкене жүргізуші жақтағы орындық сәл ескірген екен. Кішкене нелері кетіп, түрлері кетіп, кішкене мұжылып қалыпты. Ал жолаушы жақтағы да сәл кеткен, бірақ қатты жүргізуші жақтағы сияқты кетпеген. Осындай кузов седан. Қара түсті. Ал енді біздің келесі көлікке өтеміз. Купе. Toyota Paseo. Қызыл түсті екен. Қызыл түсті. Жалпы түр келбеті жаман емес. Бұл көліктің Toyota Paseo. Или қалай айтылады аты? Paseo деп дұрыс айтып жатырмын ба? 96 жылғы екен. 1.5 механика. 300 алдын көрсетесіңізші. 326.000 км жүрген механика алдыңғы жетекті. Бағасы 1.400.000 сұрап тұр екен. 1.400.000-ға. Жалпы жаман емес сияқты бұл көлік. Енді Toyotаның аты Toyota ғой. Егер мотор жақсы болатын болса, әлбір азға шыдайтын сияқты. Бірақ бір минусы бұл жерде купе екен, да? Жас балаларға, жас қыздарға болады, семейный адамдарға кішкене қиындау болып қалатын сияқты. Механика еще. Іші жалпы қатты ескірмеген десе, мына жерде жыртылған жерлер бар екен кішкене. Мындай контроль краскілері
кішкене ескіріп жатқан көрініп тұр. Ал біз енді келесі көлікке өтеміз. Nissan Almera. Nissan Almera 2016 жылғы қара көк түсті. 1.6 қозғалтқышының көлемі. Көрініп тұр ма? Кішкене мұзға қапты. 2016 жылғы 1.6 литр бензинмен жүреді. 156 мың километр жүрген механика, алдыңғы жетекті. Бағасы 3 миллион 790 мың болған екен, 100 мыңға түсіріп 3 миллион 690 мың теңге деп жазылыпты. Достар, сонымен қатар бұл көліктердің бағасын осы астында осы автосалонның менеджерлерінің номерлерін тастап кетемін. Егер көліктің өзі ұнап бағасы кішкене қымбаттау болып жатқан болса, өздеріңіздің бағаларыңызды ұсынып көріңіздер. Міндетті түрде. Ал міне, ішін көрсете кетейін. Іші жалпы жағдайы матадан жасалған, бірақ қатты ескірмеген. Келесі көлік бізде Renault Docker. Renault Docker 2019 жылғы екен, 1.6 бензин. Яғни арқасы мынандай. Ішін көрсете кетейін. Көрініп тұр ма? Яғни екі ряд и арқасында жүк артатын жері көбірек орын. 57.600 км жүрген екен, механика, алдыңғы жетекті, бағасы 6 миллион 490 мың теңге. Яғни есігі бір жақтан ашылады. Терезеге ашылады екен. Ішін көре кетсек, яғни көліктің ішкі жағдайы жақсы сақталған, бірақ қанау кішкене темекінің нелері түсіп яғып кеткен сияқты, тесіліп қалған екен. Көріп тұрсыздар ма? Артын көретін болсақ, артында жүк тасығанға ыңғайлы екен бұл көлік. Яғни 5 адам жүк сияқты. Renault Sandero. Renault Sandero, яғни қоңыр түсті мынандай, үстінде рейлингтары бар. 2019 жылғы 1.6 бензинмен жүреді, 54.500 км жүрген екен, автомат, алдыңғы жетекті. Алдыңғы бағасы 5 миллион 990 мың болса, қазіргі бағасы 5 миллион 790 мың теңге. Яғни 200 мың теңгедей скидка жасап тұр екен, жеңілдік. Ішіне назар аударатын болсақ, көліктің іші жақсы жағдайда. Арқасы тонированный. Келесі көлікке өттік. Lada Priora. Priora'ның хэтчбегі ғой бұл. Яғни арқасы мынандай. Арқасы мынандай Priora. Үстінде мынандай жүк тасығыштары да орнатылған екен. 2014 жылғы екен бұл көлік. 1.6 қозғалтқышының көлемі 108.900 км жүрген екен, механика, алдыңғы жетекті, бағасы 2 миллион 650 мың теңге. Оптикалары губа орнатылған екен алдында. Ішіне назар аударатын болсақ, іші велюрден жасалған, яғни қатты ескірмеген. Дискілері мынандай. Біз келесі көлікке өттік. Hyundai Accent. Hyundai Accent Оңтүстікте Solaris. 2014 жылғы 1.6 қозғалтқышының көлемі бензинмен жүреді. Қалпақ кигізіліп қойған екен. 249 мың км жүрген автомат, алдыңғы жетекті, бағасы 4 миллион 290 мың теңге седаны. Қайда деген. Мына жерлері кішкене ескіріп қалғаны көрініп тұр. Достар,
осы видеоға лайк басып кетсеңіздер, біз үшін үлкен көмек болатын еді. Және де сонымен қатар осындай минус 30, минус 20 градус аязда түсіруге үлкен мотивация болатын еді. Сондықтан да лайк басып кетсеңіздер, сіз үшін не тұрады? Бір ғана басу, ал біз үшін үлкен мотивация. Сонымен қатар каналға жазылып, достарыңызбен WhatsApp арқылы бөлісіп кетсеңіздер, ол да біз үшін үлкен қолдау. Ал біз жалғастырамыз. Келесі көлік бізде Lada Granta. Lada Granta. Мындай арқасы мынада екен. 2020 жылғы. Қателеспесем, алдыңғы терезелерінің подогревтері бар. Кішкене тор-торларды көріп тұрмын. Подогреві бар, қателеспесем. 2020 жылғы 1.6 бензинмен жүреді. 6700 ғана километр жүрген автомат. Алдыңғы жетекті. Бағасы 4.850.000 теңге, яғни 6700 километр жүрген көліктің ішкі салоны өте жақсы жағдайда сақталған. Бірақ 4.850.000 теңге дейді. Ал келесі көлікке өттік онда. Келесі көлік бізде Lada Priora седаны. Мынау кішкене боялыпты өзінің нелері, баллондары. Әдемілеп жақсы деңгейге келтірілген. 2014 жылғы екен, 1.6 литр бензинмен жүреді, механика. 109.500 километр жүрген. Бағасы 2.600.000 теңге. Алдыңғы жетекті, арқасын көретін болсақ, яғни 2014 жылғы екен көреміз. Нүкте-нүкте болып жағатын диодтық араларынан. Ішкі деңгейіне қарайтын болсақ, велюрдан жасалған, кішкене 109.000 километр жүрген көлікте андай. Жүргізуші жағынан терезелерді ашып түсіру жақтары кішкене краскалар кетейін деген. Бірақ 4 терезесі электронды түрде ашылып, электронды түрде жабылады екен. Достар, осымен шығарылымыз тәмамына жетті. Достарыңызбен WhatsApp арқылы немесе басқа да желілер бойынша жақындарыңызбен, туысқандарыңызбен, баршаңызбен, коллективтермен бөлісіп кетсеңіздер, біз үшін үлкен қолдау. Ал біз осымен шығарылымды тәмамдаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.